Арабтар қолын сүйетін қазақ атамыз шейх Осман Тоха Шымкентке келді. Әлем мұсылмандары қолданып жүрген құранның әріптерін жазған. Арабтар қолын сүйетін саудиялық каллиграф қазақ атамыз шейх Осман Тоха Шымкентке келді. Қарияның нақыштап көрген жазумен көшіріліп басылған құранның саны 500 миллионға жақындаған деседі. Жұмысы оңай емес. Мол тәжірибені, қажырлы еңбекті талап етеді. Атамыз Алланың сөзін қолмен 3 жыл бойы жазған екен.